Егіздер сәлем, тамыз айына қазір болжам жасайтын боламыз. Жалпы тамыз айының егіздер сіздер үшін қуаты қандай болады екен? Қай жаққа, қай сфераға қуатыңыз басым болады, иә? Егіздер, сақтап қалу, контроль. Не болмаса денсаулығыңызды толыққанды қадағалайсыз. Не болмаса бір ақша жайлы бір ситуациялар болуы мүмкін. Сақтап қалу ақшамды. Мысалға, иә, бір ақша жайлы бір спор ситуациялар болуы мүмкін. Иә. Содан кейін жұмыс жағынан жалақыңды сақтап қалу үшін, осындай деңгейде жалақың болу үшін бір әрекеттер жасау, иә. Мысалы үшін мұғалім жалақым көтерілу үшін жазғы уақытта мысалы үшін категорияға тапсырғанға дайындалады, иә. Мұғалімдер, дәрігерлер, бизнес иегері болсаңыз, онда қуатыңыз жаңа точканы ашу үшін, мысалы үшін қаншалықты маған ақша керек, қаншалықты ол маған пайда түсіреді деген сияқты, иә. Содан кейін сіз мысалы үшін бірдемеге ақша жинауыңыз мүмкін. Пәтер сатып алуға, көлік сатып алуға деген сияқты, иә. Бір сол ақша материалдық бағытта болады қуатыңыз. Егіздер. Кеттік ары қарай. Финансы. Қаржы мәселесі қандай болады екен? Егіздер, финансы қаржы мәселесі табыста боласыз. Табыста болғанда молымен болады бәрі. Міне, императрица картасы бәрі молымен, үйіліп, төгіліп. Ақша жоқ емес, ақша бар, молымен, табыс. Бәлкім бұрыннан бері айналысып келе жатқан бірісіңіз бар. Міне тамыз айында пайдасы түсті, пайдасы көбейді. Сауда болса, саудаңыз жүруі мүмкін, көтерілуі мүмкін. Мемлекеттік мекемеде жұмыс жасасаңыз, бәлкім үлкен соммада отпускной алдыңыз ба, не болмаса бір сізге немене түсті ма, енді бір арнайы бір суммалар түседі ғой, премия түсті ма, иә. Не болмаса сізге үлкен соммада қарызыңыз қайтарылды. В общем, финансы жағынан сіз толыққанды қанағатсыз тамыз айында. Ары қарай кеттік. Махаббат, қарым-қатынас жағынан қандай ай болады екен? Кереметтей бір-бірлеріңе құштарлық, бір-бірлеріңе ниет энергиясы түсіп тұр. Ер адам болса, өзіңіздің әйеліңізді қалайсыз, қасында болғанын қалайсыз. Кереметтей ер азаматтың энергиясы ашылуы мүмкін. Жігіт болсаңыз, иә, әйел адам болсаңыз, сіз де бір мейірімділікті сезінесіз, сізді күтеді, сізді қалайды, сізді жақсы көреді, сізбен болғанға тырысады. Энергиясы, қуаты керемет болып тұр. Бір ойламаған жерден бір әрекеттер болуы мүмкін ер азамат жағынан. В общем, энергиясы, қуаты күшті болып тұрғандықтан, сен де уже қасындағы кісіңе көзқарасың бөлек болады. Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Кедергілер. Кедергі бұл жерде егіздер жалғыз болма дейді. Жалғыз бірдемені ойлап, уайымдап, оны талқылап, тығырыққа тірелгендей ойланып, ешкімге қыр-сырыңды айтпай, сондай бір күйде болуға болмайды сізге. Бұл сізді артқа тартады, бұл кедергі болып түсіп тұр. Демек, бұл сізге бір негативті тұрғыдан әсер етуі мүмкін. Демек, керек емес. Қазір тұңғиық ойға батып, жалғыздыққа кету керек емес. Жоқ. Керісінше, сенің энергияң, қуатың ашылып тұр, сол себепті керек емес. Жалғыздыққа кетпе. Бөліс, проблема мәселең болса, бөліс, айт. Ары қарай кеттік. Даму үшін, өсу үшін қандай қадамдар, әрекеттер жасау керек? Кез келген істі, кез келген ниетіңді шын ниетпен, махаббатпен жасау керек. Бұл міне береке кілті осыда. Жұмыс болсын, қарым-қатынас болсын, шын ниетпен жасасаң, сонда оның нәтижесі де
жақсы болады. Бұл міне саған өсу үшін жақсы бір сондай бір сізге подсказка десе болады, иә? Жақсы көріп істесең, жұмысыңды, кез келген нәрсені, онда нәтижесі әлде қайда жақсы болады. Көрдіңіз бе? Ары қарай кеттік. Кеңес. Қандай кеңес береді карта? Егіздер, тамыз айына қандай кеңес береді карта? Әрекетте бол. Орныңда отырма. Жаңағы айтқан сияқты, иә, кедергі, жалғыз болма, тығырыққа тірелгендей, жоқ, саған жүру керек, араласу керек, әрекетте болу керек, мүмкіншілік болса оны іске асыру керек. Әрекет, 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 движение, егіздер. Әрекетте болса, соның берекесі болады. Түсінікті ғой? Кәне егіздер, сау болыңыздар. Тамыз айына сіздерге осындай болжам, подписаться басамыз, поделиться басамыз, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.